Балалар, алдымен өткенді еске түсірейік. Есептік және реттік сан есімі дегеніміз не? Оларды қалай ажыратамыз? Ол үшін тапсырмаға назар аударайық. Есептік және реттік сан есімдерді екі қатарға бөліп жаз. Мақал-мәтелдердегі түсіп қалған сөздерді орнына қой. Жаттығуларға назар аударайық. 39-шы жаттығу өлеңді мәнерлеп оқы. Өлеңді оқып болдың ба? Өлең не туралы? Суда жүзудің қандай пайдасы бар? Суда жүзуді үйрену үшін не істеу керек деп ойлайсың? Осы сұрақтарға өз бетіңше жауап беріп көр. 40-шы жаттығу. Есептік сан есімді реттік сан есімге айналдырып жаз. Балалар, жаттығуларды орындап болсақ, үй тапсырмасына көшейік. 86-шы бет 41-шы жаттығу үй тапсырмасы. Жаттығуда берілген өлеңнің жолдарын ретін тауып жазу қажет. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.